Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі тақырып әрине ең мықты мечник Рюма жайлы болатын болады. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Айтпақшыдай, біздің арнамызға 77% адам тіркелмей көреді екен, тіркеліп кетіңіздер. Жеке өзімнің ойымнан бастайтын болсам, Рюма дейтін ең мықты мечниктардың бірі, бірақ та бұл жайлы толығымен нақты теория жоқ. Яғни оның қаншалықты мықты, қаншалықты күшті екендігі жайлы толығымен информация жоқтың қасы. Барлықтарыңызға ойлап жүрген шығарсыздар, біз Рюманы көрдік деп, бірақ та ол шынайы Рюма емес, ол зомби Рюма болып есептелінеді. Яғни айтатын болсақ, ваннода көрген нәрселеріміздің барлығы да ол шынайы емес. Рюма дейтін ол баяғыда өліп қалған. Рюма тірі кезінде оның қара шашы тоқылған. Ол сондай-ақ хоккей киімдерімен, яғни воля киімдерімен зори сандалларын киген. Оның бет пішіні біздің Роронова Зоромызға ұқсас болды. Рюма әділеттілік пен абырой төңірегінде қатаң жеке философияны ұстанады. Рюма адамның өмірін құтқару, бұл адалдық пен өтілуі керек. Қарыз екеніне және қарызды өтеу қылыштың нағыз жолы екендігіне нақты сенеді. Осы жолы мақсатта Рюма кейде біреудің өтінішін соқырлықпен орындады. Тіпті ол өзінің сеніміне қайшы келсе де, ол сондай-ақ ұрыс атақ үшін емес, барлық нәрсені қорғау үшін, өзінің абыройы үшін жасайтындығын айтып жеткізуде. Яғни сен қандай да бір жақсылық жасасаң да, оны міндетсініп жасамауың керексің, жалпақ тілмен айтқан кезде. Қылыш шебері ретінде Рюманың ерекше әдеті бар еді. Біреу семсерінің қанына тиген сайын, тіпті кездейсоқ болса да, Рюма оны бірден дуэлге шақырып ретінде қабылдауға мәжбүр болатын еді. Бұл мінез құлық Рюманың қылышы деген сеніммен туындайды. Абыройлы ниетіне қарамастан, бұл әдет оның мүлдем қажетсіз қанды қақтығыстарға түсуіне себеп болды. Ол Ванноның өлімінің қаһарманы болып саналыларға ұқсайды. Өйткені Кинемон оның қабірі тоналған кезде елдің қиын жағдайға тап болғандығын айтты. Яғни бұл дегеніміз Рюма өте мықты қылышкерлердің бірі болып есептелінеді. Бірақ та кейбір теорияларға қарай сенетін болсақ, Рюма гарасейлермен шайқасқан дегенде теориялар бар. Яғни 5 шалға, яғни гарасейлерге қарайтын болсаңыз, оның шырамдарына қарайтын болсаңыз, Рюма 5-ке 1 шыққан деген ақпараттар бар. Бұл қалай сонда? Рюма қалайша ол 5 гарасейді жалғыз өзі жеңе алды деген менің өзімде өте үлкен сұрақтардың бірі бар. Ал Рюма Зоромен шыққан кезде Зоро өзі де түсінген болатын. Яғни бұл шынайы Рюма емес, зомби Рюма деп аталады. Яғни бұл шынайы Рюма емес болғанда, ол соған ұқсас, не болмаса соның тәнінде жүрген бір мықты қылышкер деп те аталып жатыр. Ал біздің Роронова Зорамыз, менің ойымша, оны жеңе алмайтын секілді. Себебі ол өте мықты. Менің ойымша, Роронова Зоро алдымен Мехоукты жеңіп алсын, және де Гарасейдегі Бағалдегі кентаврды жеңіп алса да жетіп жатыр деп ойлаймын. Оған ал сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды айта кетіңіздер. Зомби ретінде Рюма Брук сияқты көптеген әдеттерге ие болды. Мінезі бұзылған, әртүрлі жағдайларда йо-хо-хо күлетін және оның жансыз денесі туралы әзіл қалжың. Бұл ұқсастық оның Бруктың көлеңкесіне ие болғандықтан және қора трейлер доғасында көрсетілгендей, зомби көлеңкесі оны қайта жандандыру үшін пайдаланылған, адамның көптеген жеке қасиеттерін қабылдайды. Рюма Бруктың жеке басының негізін бөліссе де, оның әр нәрселерге көз қарасы сәл басқаша. Ол Брук сияқты өткеннен және онымен байланысты барлық естеліктерінен бас тартты. Мысалы, Брук өзінің афорасын бағаласа, Рюма оны тек көзге көрінетін нәрсе ретінде ғана көреді. Рюма мұны Бруктың жекпе-жекте пайдаланылуы мүмкін әлсіздігі деп санайды. Оның сондай ашық садистік тенденциялары бар. Өзінің бұрынғы қожайын көлеңкесі Брукқа өте қатты кездікпен қарайды. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Мысалға, мен қазір сіздерге бір теория айтатын болсам, сіздер бұны өтірік, не болмаса сен вамписті толығымен көріп кел деп айтуларыңыз мүмкін. Бірақ та Джойбойды білетін шығарсыздар. Джойбойдың оң қолы осы Рюма болуы мүмкін дегенге қалай қарайсыз? Түсініп тұрмын, сіздер қазір мені келеке етулеріңіз мүмкін. Сен не вамписті ішіп алып көргенсің ба, не болмаса қайдағы жоқ бір китайский арналардан көргенсің ба деп
әзілдеулеріңіз мүмкін, бірақ та бұл теория шын болып қалуы да ғажап емес. Рюма пирсингтік күрес стилін пайдаланады. Оның қабілеттері негізінен шабуылдардың пирсингтік түріне негізделген, алайда соққының кесу түрі оған жат емес. Рюма сонымен қатар семсері мен күлгін энергияның кесу толқындарын шығаруға қабілетті. Зороның фунт зеңбіректерімен бірдей, яғни Зороның қалай айтсам екен, Зороның стиліне ұқсас, яғни шайқас жағына қарай ұқсас келеді біздің Зоромыз. Бірақ та Зоро мен Рюма бір-біріне ұқсайды деп ойлайсыздар ма? Қалай қарайсыздар? Біздің болашақта Зоромыз Рюмадан асып түседі мекен, не болмаса оның уровеніне жетпей екінші орынды алып қалады мекен. Сіздермен бүгін болған мен Микопис, арнамызға жазылып қоңырауша түймешесін басып кетіңіз. Ал келесі видео кім жайлы болсын? Рюма жайлы толығымен нақты ақпараттардың жоқ екендігін сіздерге айтып кетейін тағы да бір рет. Өз ойларыңыз әлбетте комментарийға жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.